Қайырлы күн достар. Бүгін менімен бірге өте тойымды кешкі ас жасағыларыңыз келе ме? Ол үшін менің каналыма подписаться етіп, лайк басайық. Бұл тағам өте дәмді және тойымды. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Біз бұл тағамды дайындау үшін 500 грамм ұнға бір жұмыртқаны салып, жылы сумен илейміз. Жылы суға бір шай қасық тұзымызды салып араластырамыз. Қамырды илеген кезде қолға жабыспайтындай қамыр болу керек. Кәдімгі мантыға илегендей жұмсақ қамыр болуы тиіс. Қамырды илеп болғаннан кейін пищевой пленкамен немесе пакетпен орап 15-20 минутқа қойып қоямыз. Енді осы тағамның салмасын дайындау үшін бізге 500 грамм фарш, 3 пияз, 1 бума жусай керек. Сіздер жусайды қоспасаңыздар да болады. Пиязды міне өздеріңіз көріп тұрғандай 4 бұрышылап турап фаршымызға саламыз. Енді жусайды да осылай ұсақтап турап фаршқа саламыз. Жусайды салғаннан кейін тұз, қара бұрышты өз қалауымызша саламыз және оны жақсылап араластырамыз. Құрметті қыз-келіншектер, фаршымыз дайын болғаннан кейін 7-8 картопты алып, осылай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Егер сіздерде орта көлемдегі картоптар болса, бөлудің қажеті жоқ. Менде ірі картоптар болғаннан кейін осылай бірнеше бөліктерге бөліп қойдым. Құрметті ас үй ханшайымдары, дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Құрметті достар, қамырымыздың жұқалығы мантыға жайылған қамырдың жұқалығындай болуы шарт. Бұл өте маңызды. Көріп тұрғандарыңыздай, қамырды осылай видеодағыдай етіп жинаймыз. Өйткені бізге 4 бұрышты квадраттар керек. Немесе өз нұсқаларыңызда да жасауға болады. Міне осылай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Және осы бөліктерді тағы да бөліктерге бөлеміз. Енді бізде міне 4 бұрышты қамырлар шықты. Дайын болған қамырымызға бір ас қасықтан салманы салып, міне видеода көріп тұрғандай етіп бүктейміз. Келесі кезекте қызып тұрған тападағы майға жаңағы картоптарымызды қуырамыз. Картоптарды қуырғанда сәл-сәл қызарса жеткілікті. Картоптар қуырылып болғаннан кейін, міне дайын болған мантыларымызды қуырып аламыз. Мен бұны манты деймін, негізі бұл тамақтың аты басқаша болуы да мүмкін. Міне орташа отта сәл-сәл ғана қызартып аламыз.
Достар, келесі кезекте қазанға аз ғана өсімдік майын құйып, пияз, қара бұрыш, тұз, томатты салып, жақсылап араластырып, үстіне 200-300 грамм ғана қайнаған су құямыз. Бұл 200-300 грамм су мөлшері өте маңызды. Осы қайнағаннан кейін қуырылған картоптарды саламыз. Қуырылған картоптардың үстіне дайын қуырылған мәнтілерімізді салып, 20 минутқа қазанның қақпағын жауып қалдырамыз. 20 минуттан кейін біздің тамағымыз дайын болады. Бұл тамақ өте тойымды әрі дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде Назеркемен бірге дайындаңыздар. 20 минуттан кейін міне біздің тамағымыз да дайын болды. Осылай тарелкеге тізіп саламыз, ортасына ең астындағы картоптарды салып, бетін өздеріңіз қалағандай ас көкпен, көк пиязбен әсемдеулеріңізге болады. Бұл тағам менің отбасымның мүшелеріне қатты ұнады. Өйткені тойымды, дәмді, орысша айтқанда сондай сочный болды.